Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бірге Шығыс Қазақстан өнер музейінің суретші безендірушісі мен Малғаждарова Жарқынай. Қолөнерді үйренейік атты рубрикамыздың алғашқы шеберлік сағатын тамашалай отырыңыздар. Видеомыздың астына лайк және комментарий қалдырыңыздар. Сәлем достар. Бүгін керексіз қағаздардан әдемі гүл жасауды үйренеміз. Көбіне керексіз заттарды қоқысқа тастауды жөн көреміз. Неге солардан өзімізге керекті нәрсе жасап пайдаланбасқа? Қағаз біреулер үшін тек жазу, не сызу құралы болса, енді біреулер үшін қолөнерде таптырмас материал. Қағаздан сан түрлі дүние жасауға болады. Қағаздың қыр-сырын білетіндер оны кәдеге асыру жолдарында жақсы меңгерген. Қағазды қалай болса солай тастамай, оны өз орнымен жұмсай білу үлкен өнер. Ал оны керегіне жарататын жаңа дүние жасап шығару нағыз шеберліктің белгісі. Ал қазір қағаздан гүл жасау үшін бізге керекті заттар: А4 беттері, қайшы, ыстық желім, қарындаш және түрлі түсті лактар. Алдымен біз ақ беттерімізді керекті өлшемдерде қиып аламыз. Енді ең кіші өлшемді алып, қағазымызды екіге бүктеп аламыз да, төменгі жағын төртбұрыш етіп, жоғарғы жағын доғал етіп қиямыз. Барлық өлшемдегі қағаздарымызды осылай қиып дайындап, сосын екі доғал жағын сызғыштың көмегімен иіреміз. Дайын болған қағаздарымыздан гүлімізді жасауды бастаймыз. Өлшемі ең кіші екі қағазымыздың төменгі жағын желіммен біріктіреміз. Барлық қағаздарымызды да екі-екіден біріктіріп аламыз. Ал енді иірілген доғал жағын көтеріп, пирамида тәрізді қылып біріктіреміз. Екінші бөлігімен пирамиданың астын қаптаймыз. Үшінші қабатының иірілген жағын сыртына қаратып, төменгі жағын біріктіріп, екі жағынан жабыстырамыз. Төртінші қабатымызды көлденең желімдейміз. Келесі қабаттарын тігінен, көлденеңнен рет-ретімен орналастырып жабыстыра береміз. Ең соңғы қатарға келген кезімізде 5 дана қағазымызды екі қағаздың ортасына жабыстырып, бесеуін 5 жағына орналастырып шығамыз. Осымен гүліміз дайын болды.
Ең соңында гүліміздің әдемі көрінуі үшін түрлі түсті лагымызды шашамыз. Міне, керексіз қағаздан әдемі гүл жасап шығардық. Осы сияқты әдемі гүлдерден өзіңіз қалаған бөлмеңізді, залдарды, тіпті сахнаны да безендіруге болады. Осы тұрғыда біз музейіміздің 30 жылдығына орай 30 санын жасап шығардық. Бұл шеберлік сағаты сіздерге ұнаса, пікір қалдырып, ұсыныстарыңызды видеоның астына жазып жіберуіңізді сұраймыз.